Қазақстанда жынысын өзгерткісі келетін әйелдердің саны артып барады. Пластикалық хирургтар соңғы уақытта осындай ота жасатуға өтініш білдіріп жатқан нәзік жандылар күрт көбейді дейді. Бірақ мамандар мұндай операцияны жасау өте қиын болғандықтан көбін қабылдамаймыз деп отыр. Ал Әділет министрлігінің мәліметінше соңғы 2 жылда елде 25 адам жынысын ауыстырған. Оның ішіндегі тек 6-ы ердің жынысын жасатқан әйел болып шықса, қалғаны әйел болған еркектер екен. Статистика бойынша әлемде көбінесе ер адамдар өзінің жынысын жиі ауыстырады екен, ал Қазақстанда жағдай керісінше. Пластикалық хирургтар соңғы уақытта ер адамның мүшесін жасатып, аты жөнінде ауыстыруға ынта білдірген әйелдер көбейді дейді. Мұндай ота түріне көбінесе 19 бен 35 жас аралығындағы арулардан сұраныс мол екен. Этот процесс достаточно сложный. Соңғы кездері жынысын өзгерткісі келетін әйелдердің қатары көбейіп жатыр. Бірақ әйелдерге ер адамның жынысын жасап беру өте қиын. Оның салдары да оңай емес. Отадан кейін ағзасында түрлі ауыртпашылықтар болып, тіпті созылмалы ауруларға айналуы мүмкін. Сондықтан көбін райынан қайтарамыз. Қазақстандықтарға 2009 жылдан бастап жыныс өзгертуге рұқсат етілді. Алайда жынысын ауыстырғысы келетіндердің 25% пластикалық ота арқылы мүшесін ауыстырған екен. Ал қалғаны гормонды еммен ағзасына өзгертулер жасаған. Елде жынысын ауыстырғысы келетіндер әуелі республикалық психикалық денсаулық орталық жанында құрылған арнайы комиссиядан өтеді. Егер комиссия транссексуализм диагнозын растаса, онда ота жасатуға рұқсат беріледі. Хирургиялық ем бізде жаңағы халыққа тегін көрсетілетін қызметтің арасына кірмейді. Себебі бұл әрбір жаңағы жынысын ауыстырғысы келген адамның өзінің құқығы, ол құқықты өз бетіменен шеше алады. Ол туралы бізде ешқандай мәлімет жоқ. Білуімізше, көбінесе бұл кісілер қолындағы жаңа транссексуализм деген диагнозы болған кезде ол басқа елдерге шығып, сол жерден ол ота жасатуға құқығы бар. Ал имамдардың айтуынша дінде жынысын өзгертуге болмайды, себебі Алланың жаратылысына көңілі толмағандардың бұл әрекетін шариғат құптамайды дейді. Қазіргі таңдағы жыныс ауыстыру мәселесіне ислам діні түбегейлі тыйым салған, себебі жыныс ауыстыру бұл Алла тағаланың жаратылысына қарсы келу болып табылады. Алла тағаланың жаратылысына риза емес деген мағынаны түсінікті білдіреді. Сондықтан ер адамның жынысын әйелдікке ауыстыруы, әйел адамның жынысын ерлікке ауыстыруы бұл ислам дінінде харам болып табылады. Айта кетсек, жынысын ауыстырғысы келетіндер үшін осыдан 2 жыл бұрын елде жаңа ережелер қабылданған болатын. Ол үшін 21 жасқа толған қазақстандық психикалық комиссияға өтініш береді. Әрмен қарай психикалық қабілеті дұрыс екенін анықтайтын зерттеуге өтініш береді. Сонымен бірге дәрігерлер жынысын медициналық түзетуге қарсы көрсетімдерін анықтайтын тексеруден өткізу керек. Биыл мұндай комиссияға жынысын ауыстыруға 30 адам өтініш берген. Оның 7-і қыз келіншек, ал қалғаны ер адам. Диана Сапарқызы, Информбюро.